Ал қылмыстың үстінде өлген адамның жаназасы оқылмай қалады. Әкесін өлтірген бала енді өлсе, оның жаназасы оқылмайды. Өлем ғой деді, мына жағынан қанжарды шығарды да өз-өзін бауыздап жіберді дейді. Құдай өмірдің аяғына қарайды деді, басына қарамайды деді. Орамалға шешетін болдым деп, фу деп лақтырып жіберіп жатыр. Күйеулеріңіздің телефонын аңдитын бір арман бар сіздерде. Бүйтіп тексеріп көрші, не көріп жатыр? 9 жасар қызын ұятсыз кинолар көретін сайттан тауып алған ғой. Шал, ұйықтамайсың ба дейді, кемпірдің қасына барды дейді. 4-ші кластың қызы тамырларын кесіп тастапты. Өз-өзіне қол жұмсау. Мына сіз бен біздің мына берген жан, бұл Құдайдың өзінің аманаты. Өзі ғана алуға құқылы. Өзінің уақыты еш нәрсемен ақталмайды. Мені ұрды, соқты, әбейірімді төкті, қызметін тартып алды, мені қорлады, зорлады, білмеймін, не сөз болса да, бұл ақталмайды. Маған бір жігіт бір кісілер келіпті, жаназа оқып беріңіз деп, мешітте отырсам, не болды десем, 15-тегі бала өлді деді. Не үшін өлді? Тоққа түсіп өлді. Қалай тоққа түсті? Трансформатордан іште түсті. 15-тегі бала электрик болмайды. Мысырлауға кірген бе дедің? Иә деді. Ал ондай ұрлықтағы баланың жаназа оқылмайды дедім. Ұрлық қылып жатып, тонап жатып, мародер, кешегі қаңтар оқиғасы сияқты оқиғада, жер апатында, су апатында, елдің дүниесіне қол сұғып жатып өлген адамның жаназасы мұтлаққа түгелдей оқылмайды. Егер біреміз бұл ұры, рекетер, бандит, қылмыскер, бірақ үйінде өліп қалса, жаназа оқыла береді. Қолмен ұсталмағаннан кейін. Ал қылмыстың үстінде өлген адамның жаназасы оқылмай қалады. Біліңіздер. Екіншісі, әке шешесіне қол көтерген баланың жаназасы оқылмайды. Кешегі анау әкесін өлтірген бала енді өлсе, оның жаназасы оқылмайды. Ол жыласын, ол қайғырсын, қатесін түсінсін, бәрібір жаназа оқылмайды. Егер ол біреуді өлтіргенде жаназасы оқыла беретін еді өліп қалса. Бірақ әке шеше деген басындағы тәж, ол тәжді құлатқан адамның болды, ары қарай бітпейді. Мына мен әке шешесі тірілер, көтеремей жүрген әке шешесін, көтеремей жүрген балалар естіп атырып алыңыздар. Жаназаң оқылмай қалады. Енді елден ұят қойын, оқпайық деп, мына молдан алдап, анаған бүйтіп, сөйтіп, басқа молдаға апарып оқытуың мүмкін. Елдің көзі үшін. Бірақ ол бәрібір өтпейді Алланың алдында. Өйткені әке шешеге ешқашан қол көтермейді. Бұны біздің атаң қазақ жақсы түсіндіріп береді. Әке шешең жынды болса, бұл бізге сол. Бақ дейді, көрдің ба? Байлап қой демейді. Байлап бәрібір бақ дейді. Міндет ол оны қарау. Болды, міндет қыла, оны санамайсыз. Келесі бір жаңағы демек, өз-өзін өлтіру еш нәрсеге ақтамайды. Бір соғыста бір сахаба қырып келатыр кәпірлерді. Ой, батыр дейді. Барлығы не деген батыр мынау деп тұрған кезде пайғамбар айтты, бұл тозаққа түседі депті. Қалай тозаққа түседі? Жәнін, женесіне оқ тимеген жері жоқ, садақ тиіп, соны айтқанда бір қылыш тасып, бір қолын шапты дейді. Шапқан кезде қан қансырап ағып жатыр. Өлем ғой деді, мына жағынан қанжарды шығарды да өз-өзін бауыздап жіберді дейді. Соғыс бітті. Біткеннен кейін пайғамбарымызға келді де сахабалар айтты. Ана өз-өзін өлтірді деп еді. Унзуру авахира бил хаватим деді пайғамбар. Бұл сөз мағынасы Құдай өмірдің аяғына қарайды деді, басына қарамайды деді. Кеше мынандай болып орамал таққан қыздар орамалға шешетін болдым деп, фу деп лақтырып жіберіп жатыр. Не болды? Арақ намаз оқып сұмдық болған арақпен ұсталып қалып жатыр. Нашамен ұсталып қалған қайтамда полицияларға рахмет, айтпайды анша-мұнша директорды, ұялып, қойшы қазақпыз деп. Айтатын болса, мен кейден мәліметтерді көремін. Таң қалам, қайда кетіп баратыр бұл халық деп. Одан кейін осы жаңағы әке шешесіне қол көтеру, ол еш нәрсемен ақталмайды. Өз-өзін өлтіру еш нәрсемен ақталмайды. Бұндай нәрседен әсіресе балаларымызды сақтаңыздар. 4 жасар бала, 5 жасар балалар қазір мынау әйелдер отыр екен көп. Күйеулеріңіздің телефонын аңдитын бір арман бар сіздерде. Ол орындалмайтын арман негізі. Ол да өлетін болды, код тауыстырып өлетін болды күнде. Пентагонның коды жеңіл оның қасында. Исламға кетсең, бүйтіп қарап тұрады. Уже қандай код қойған өзім қуады инсандар. Орталық аппаратына ашамай жатырмын, ашып берші деп. Тығып жүрміз де бәріміз. Сол күйеудің телефоны аңдымай, балалардың телефоны аңдыңдар деп айтқым келіп тұр. Әкел бер телефоның деп, бүйтіп тексеріп көрші, не көріп жатыр. Барлық облыста, соның ішінде Астана қаласында телеграм бот бар. Жастар білет, балаңның кодын аласында, аккаунтын, сол жерге өзінің орны бар, сол жерге салсаң, балаң қандай сайттарда жүрген өз көрсетіп береді робот бүйтіп.
мынандай экстремистік сайтта жүр, мынандай террористік сайтта жүр, мынандай порнографический. Осыны айтқаннан кейін өткенде бір мама өзінің 9 жасар қызын ұятсыз кинолар көретін сайттан тауып алған ғой. Мына балаң 9 жаста мынаны көріп жатыр деп шығарып береді. Абайлаңыздар. Сондықтан ертеңгі сіз білмейтін дүниенің бәрін бала сөйлеп отыр. Түнгі сағат 3 ұйқым келмейтін ояндым да, кішкене намаз оқыдым да, сон бір TikTokқа кіріп көрейінші деп, көріп тікелей эфирге шықсам, 4000 бала қосылады ғой. Әке-шеше қорлап ұйықтап жатыр. Бұл бала ойлап жатыр, ұйықтап жатыр. Ұйықтатқан жоқ ол, телефон шығып жатыр. Сон ертесін сабақта отырады, сабақ оқымаған. Еще ораза кезі болса, оразадан деп мұғалімдер шулап жүрсіздер. Жоқ, TikToктан ол телефоннан. Содан жаңағы телефонды шыққиды. Телефонды шыққаннан кейін мен кіріп отырмын, маған біреу жазады ғой, бәрі сұрақ қойып жатыр, жоқ, біроқтан біреу жазады. Шал, ұйықтамайсың ба дейді, кемпірдің қасына барды дейді. Сол, ол сонда не көру керек біздің балалар? Сол үшін балаларыңыздың телефонын тексеріп тұрыңыздар, әкел бер балам. Бала, қазақтың сөзі бар, балам үйде, қылығы түзде дейтін еді. Қазіргі түзі телефон. Әкеші бер балам, оған ескертпесің енді. Әйелдер күйеудің телефонын, күйеу қатының телефонын қой оны, бір-бірің баланың телефон. Өйткені ол білмейді, ұрпақ саған аманат. Тексеріп тұрыңыздар. Егер духың болса, кейін духың жетпейді болды дейтік. 5 жасар бала, мамасына жынды депті ғой, телефон алып алса. Сөйтсе, әкесі бұрылып, «Ей, шешеңе не деп тұрсың?» десе, шеше бас сапты. Сен не дұрыс па? 5 жасар балаға сөйтіп сөйлейді ме адам? Не бұл дауыс? Кішкене бала ғой, не біледі? Деп ұрысыпты. Сол еркек ақылды адам, әйелмен салғаспай жарайды деп бұрылып кетіп, осы оқиғадан 15 жыл уақыт өтеді. 15 жылдан кейін әке-шешеден тіл өтпейді, бала 20-ға келген уже телефонды көре алмайды. Содан кейін сөзді сөз шыққанда бала шешесіне бұрылып, «Ей, жынды» депті ғой. Енді әйел бұны жұтамайды. Еркекке қарайды. Еркек жерге қарайды. 20 жыл бұрын, егер менің бетімді қақпағанда, мен 5 жасар баланы тәрбиелеген болар едім. Сол үшін кейде еркек сөйлегенде әйел үндемей тұра тұру керек, далаға шығып кетіп қалу керек. Или наоборот, әйел сөйлегенде «Мой сынок, мойным балам, мен балам» демей, аузыңды жауып, шешесі ұрып тәрбиелеп жатса, үндемей далаға кетіп қалу керек. Көрмегенсіп, солай ма деп, атаң қазақ сөйткен. Баяғыда бәріңіз өседі ғой, әкең естімесін, әкең айтам деп. Жаман болған жоқ біз ешқайсымыз. Біздің кейбір әкелеріміз жауыз ұрып соғып өлтіретін болып баратыр. Немесе жаңағы тым шектен шығып кетеді. Сол, демек балалардың тәрбиесіндегі осы жаңағы әсіресе мынау кішкене переходной возрастта любит, не любит деген бәле бар. Жақсы көреді, жақсы көрмейді. Сол кезде сақ болу керек. Өткенде 4 жасар қызды, 4-ші кластың қызы тамырларын кесіп тастапты. Не болды десе, өлем депті ғой. Соны мені шақырып психолог қойын бір ауыз бардым. Не үшін өйтті деп сұрасам, жігіті тастап кетті 4-ші класста. 4-ші класста жігіті тастап кетті жаңағы. Содан жігітімен сөйлесті, мен сен алып тастайсың мұндан. Ол да қызық болады екен өзі. Сен басқасын таптың маға дейді. Сезімге бұйрық бар ма? Оянып кетсе бәр екен ғой енді. Өшіп жанып ояна береді екен енді оларда. Сол үшін балаларыңызға дұрыс қарап, телефонда не көріп жатсың балам, жақсы нәрсе жаттап, кейде телефонды қойып, кітап, бір таза ауаға алып шығып, жүріп қалайық, о, бабамыздың басына барайық деп сұрақ қойып, содан кейін әйелмен сөйлес, баламен сөйлес деп бәрі айтады ғой. Мен де сөйтіп айтсам, енді мен психологты бір сөйтсем, оказывается біздің еркектер былай түсінеді екен. Сөйлесу деген нәскиім қайда, пілт әкеші, шай дайын ба, балаға қарап сабақ қалай оқыдың, каша жедің ба, садикте дегенді сөйлесу деп түсінеді екен ғой біздікілер. Ол сөйлесу емес. Әйелді тыңдау, әйел күйеуін тыңдау, әке-шеше баланы тыңдау деген сөздің түбі не білесіздер ма? Сөйлесу деген не ол? Сөйлесу деген үндемей тұру деген. Сөйлеп атқанда, ауызда бір бапылдап атқанда, үндемей тұрасың күліп тыңдап, солай ма, дейсің болды. Сонымен бітеді сөйлеп. Әйтпесе онымен салғылас мыжи берсең, еркектік сипаты қалмай қалады. Кейде қою керек. Әйелге үндемей қою керек. Сонда жеңесің. Үндемеген үйде бәледен құтылар деген осы болады. Кейде еркек болады, оталып тұрса, әйел адам үндемей қою керек. Бір бабамыз үйленгенде әйелге кірген кезде шарт қойыпты.
мен басыма тақия кием. Мен тақия киімі қарап жүр депті. Тақиям бұлай тұрса, мен настроением жоқ, жолама маған депті. Тақиям бұлай тұрса, бәрі жақсы деген екен. Сөйтсе әйел тыңдап тұр, онда мен де сізге айтайын депті. Сіз келгенде мен күлімсіреп тұрсам, бәрі жақсы депті. Сен келе жатқанда мен бұлай тұрсам депті. Маған бәрібір сен тақияң қайда тұрған деп айтады дейді. Қайда тұрса о жағында тұрсын депті. Сондықтан ол осындай нәрседе кішкене бір-бірімізге қарап жүру керек. Көңілге, мына қабаққа, қас қабаққа, мына от алып тұр екен ғой деп сөзді басқа жағына қарай бұрып, сен жақсысың, рахмет деген сөзді айтамай қалдық. Кафеге баратын шығарсыздар. Кафеге барғанда бір қыз келіп мынаны меню әкеп береді дейді баяғымен. Меню әкеп бергенде түрі нормальный болса, рахмет деп айтамыз. Күнде бесплатно саған менюмен тамақты әкеп берген әйелге біз ешқайсымыз рахмет айтқан емеспіз. Шешемізге рахмет айтқан емеспіз. Аузымызға салып, мен аш болсам, сен аш болма деген. Айттық па рахмет не? Бір Құран оқытып ас берсек, садақа берсек, 10 жыл айтамыз ғой соны. Мен оқыттым, мен ас бердім, мен бүйттім деп. Бір кемпір өлейін деп сізді шақырып жатыр деді бір облыста. Сізді көреді деген Нұреке келесіз бе деп бардым. Барып кездессем, балам дейді. Мен мына балалардың бәрін жинапты өзінің. Сен куә бол дейді. Мен жастығым астына наличный нақтылай дейді. Жаназаның ақшасын, ресторан, жылқы, молдаға бере садақ, в общем, не керек жылдық бәрін ақшасын бәрін жинап қойдым дейді. Мен өлген кезде дейді, балаларым ақшасы менің шығарып салуыма араласпасын дейді. Сіз соны айтыңызшы бұларға түсіндіріп дейді. Сон мені түсінбей, неге апа дедім ғой? Неге бұл? Не? Балаларың бар ғой? 6-7 балаң бар екен. Қорқмаңыз десем бүйтеді ғой. Қандай сөз, қандай аналар бар біздің қазақта. Мен бағып жатырмын, мен киіндіріп жатырмын, мен бүйткеннен балай тойған кемпірмін дейді. Ең болмаса ана дүниеде естімей-ақ қойыншы осы әңгімені дейді. Менің ақыретім араласпасыншы бұндай дүние дейді. Мен қолымнан келген жасадым, болды осымен бітті дейді. Сол, екінші нәрсе, яғни өзінің жаның аманат екендігін айтқым келді. Үшінші айтайын дегенім, құрметті ағайындар, елдің ішінде ең көп тарап жатқан нәрсе, мына балаларыңыз қалаға оқытып жатырсыздар. Сол балаларыңыз кішкене мына телеграмда, әртүрлі жерде мынандай закладчик деген болады, мынаны апарып мынандай нәрсе мына жерге тыға сал, мынаны бұл есірткі сату. Есірткіменен өте көп проблема болып жатыр. Қазақстан Колумбиядан асып кеткенбіз, Венесуэладан. Наркотик шығаратын. Мына есірткі тасудан, тасымалынан. Өте сақ болыңыздар. Балаларыңызды ешкімнің қолынан ештеңе алмасын. Кітап, діни кітап, уағыз насихат, интернет, енді оны тия алмайсың, бірақ бәрібір сақ болу. Яғни біреуден бір нәрсе, ана Ақжарқын Тұрлыбай деген қызыңыз отыр бәріміздің. Қытайда көрдіңіздер. Әшейін біреудің бір затын алып бірізге өткізген. Мәселе осындай. Ешкімнің қолынан ештеңе алмауға сақтық заманы қазір. Тыныш жүрсең, тоқ жүресің, айналып көп жүресің айтқым келіп тұр. Заң қатал. Бізде білмеймін, білмей қалдым деген заң жүрмейді. Білмеу сені жауапкершіліктен босатпайды. Алаяқтықтан босатпайды. Сондықтан мен білмей қалдым деген құтыла алмайсыз. Сол үшін шелек ішкен, май ішкендер құтылып, шелек жалаған тұтылып қалмасын балаларыңыз. Өйткені кішкентай балаларымыздың 10 жылдан сотталып кетіп жатқан өте көп. Бір есірткі грамм үшін абайласын. Соқтан осыған сақ болуға шақырам. Балалар әсіресе мен естіп тұрған жастар ешкімнің қолынан ештеңе алмағаны дұрыс. Одан кейін біздің салтымыз, дәстүріміз осымен аяқтап берейін.